Етке сорпа бетке демекші, етті баптаудың өзі бір өнер деп білемін. Біз қазыны шекке айналдырмаймыз. Біріншіден, 2 немесе 3 елік қазы шекке айналдырғанда айналдырып біткенше майы быт-шыт езіліп бітеді. Екіншіден, піскенде ол өспей қалады. Мысалы, бармақ қазы болса, ол піскенде әрине оны баптап пісіретін болса, ол екелі болады. Енді мен өзіміздің соғымның қазысын сіздерге 2 түрлі кесу жолын көрсетемін. Біріншісін қабырғасынан майын бөліп аламыз. Ортасында шеміршек болады. Соны жалаңаштап ажыратып алуымыз керек. Ол шеміршекті шауып-шауып қуырдаққа қосса өте дәмді болады. Майын 3-ке бөлеміз. Асатын кезде немесе бірден ыңғайлы етіп, сәл тоңазытып, табаққа тартуға ыңғайлы етіп кесіп алса болады. Кесіп алынған қабырғаның бас жағын шауып тастап, ортасынан 2-ке бөлеміз. Оны асқан кезде қыртыс ретінде салынады. Қазының бас жағы қыртыс болып есептеледі. Табаққа тартқанда қазымен бірге осы қыртыс бірге жүреді. Дастарханның көркін көркейтіп тұрады. Ал екінші жағын қос қазыдан, яғни бойымен кесіп алынды. Бірінші телшікті жалғыз өзін кесіп аламыз, қалғанын қос қазыдан кесеміз. Қос қазының ортасын тіліп, тура соның бойымен шеккеде айналдырып жатады. Ал енді сіздер қазыны қалай тілесіздер? Ақпарат пайдалы болса, төменде пікірлеріңізді қалдыра кетіңіз.